Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дәрігерлердің білімсіздігі мен олардың адамдарды емдеу барысындағы жіберген өрескел қателіктері жайында болмақ. Бүгінгі біздің сұхбатта Бейсенова Гүлзипа ханым. Ол кісі өзінің басынан өткен хикаялары жайында айтып бермек. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен Бейсенова Гүлзипа, Жетісай қаласының тумасы. Өз басымнан өткен дәрігерлердің білімсіздігінен зардап шеккен екі оқиғамды айтып дегенде отыр бөліскім келіп. Айтатын болсақ, 1991 жылы мен мектеп қабырғасын бітіргеннен кейін орта мектепті тұрмысқа шықтым. 18 жасымда бірінші ұлды болдым. Содан 1994 жылы екінші балаға аяғым ауыр болды. Содан екінші балаға аяғым ауыр болғанда жақсы өтіп жатты ай сайын. 7 ай болған кезінде тосыннан толғақ басталып, дәрігерге тездетіп бара қойдым. Енді менің ойым, жаңағы барғаннан кейін тездетіп бір алғашқы көмегін жасап, баланы алып қалудың, мен аман алып қалудың жолын жасайды деп ойым сол ғой енді. Содан жаңағы дәрігер, ер кісі дәрігер болды, Бекетов деген. Ол кісі маған сұрақ қойды, үйіңіздің номерін сұрады, үйдің телефон номерін. Одан кейін қанша күннен бері осындай жағдайда жүрсі деді. Толғатып жатырсыз деп. Кейін мен айттым, менде жаңа басталды, сондықтан мен тез арада келдім, баланы алып қалу керек, жаңағы толғақты тоқтататын, сондай бір әрекет жасайтын шығар деп. Содан ол кісі айтты, жоқ, сіз 3-4 күннен бері толғатып жүргенге ұқсайсыз деп менің сөзімді тыңдаған жоқ. Түсінгісі де келген жоқ. Кейін қарасам, бір кезде жаңағы ненің есі шықты, спирттің есі шықты. Сосын мен ойладым, жаңа қолында дәрігерлер жуып шайып нетіп жатады. Спиртпен жуған шығар деп ойладым басында. Кейін қарасам, ол кісінің беті қызарып, шекесі қызарып, өзі жүрісі де кішкене дұрыс емес жүрген сияқты болып нетті. Сонда мас күйінде жүрген ғой жұмыста, мас күйінде, кәдімгі мас күйінде. Анықтап қарағанда мен білдім оның мас екенін. Сосын енді ол кезде жаспын, 19 жастамын. Дәрігерлер енді жаңағы алғашқы көмегін жасайды дегенмен, мен ешқандай сұрақ қойған жоқпын ол кісіге. Бірақ жаңағы үйімнің номерін беріп, үйге хабарласыңыз, менің жағдайымды түгел айтыңыз деп телефон номерімді бердім. Содан не керек, жаңағы бала толғатып жатқанда қимылдап жатыр ғой, енді ішімде қимылдап шыққысы келіп жатыр. Кәдімгі толғақ, өзім бір бала босанғаннан кейін білем, жаңағы бала босанғысы келіп тұрғанын. Содан кетті шығып, бір кезде укол саламыз, қазір бәрі жақсы болады деді да, жаңа операционныйға алып кетті. Мен оны көрмеген, операция жасағанда кесарево не екенін білмеймін де ол кезде. Содан оянсам, жаңағы кесарево жасап, баланы алып тастаған ғой. Баланы алған, сосын жаңа сол жерде жүрген медбикелерден сұрадым, қандай жағдай болды, не болды. Маған ешқандай ескерткен жоқсыңдар ғой, бұндай болады, не болды, бала аман ба деп. Сөйтпедім, жоқ, бала аман емес, бала шетінеп қалған іште деп. Ол қалай шетінеді, мен келгенде қимылдап жатты ғой. Іште бала қимылдап жатқан білдіңіз, аунап былай, аунап қимылдап. Сосын, жоқ, бала өліп туылды, алып қалмадық деп сөйтті. Кейін сол күні түн болды, одан таң атты, таң ата мен туыстарым, бауырларым келді. Сонда таң ата хабар берген ғой үйдегілерге, сол күн кешке бермеген, түскен күні. Ертесіне хабар берген, таңертең. Осындай қызыңызды аман алып қалдық, бала өлі туылды, қызыңыздың жанын аман алып қалдық, кровотечение болып келді деген ғой. Сонда сізде ешқандай қан кетпеген астына? Жоқ, онда ешқандай не болған жоқ. Жалған ақпарат берген сіздің туысқандарыңызға.
ол жалған ақпаратқа үйдегілер енді сенген ғой. Ой, сондай қиын жағдайға түсіп қалған екен ғой деп. Оның бәрін мен кейін келе, уақыт өте келе сараптап, дәрігерлермен ақылдасып сұрадым. Осындай жағдай болған менде. Сол кезде баланы аман алып қалуға болатын беді деп. Енді олар қағаз ештеңе болмаған екен, олар ауызба-ауыз білмейді ғой, бірақ мен общий состояниемді айттым да, жағдайымды сол кездегі. Ол кісілер айтты, сіздің егер бала өлі туылды деген жағдайда, ол баланы кесіп мүшелеп алуға болады, сізді кесарево жасамау керек еді деп, егер өлі бала болса. Олардың қателігі сол болған деп. Жаңағы кейін сұрай келе дәрігерлерден мен сол бүкіл состояниемді айтқан кезінде ол кісілер айтты, сізді либо босандырып алу керек еді сол толғағыңызбенен, бір бала босанғансыз ғой, бір тудырып алу керек еді тірі баланы. Ал егер жаңағы жарайды, сол кісі дәрігердің айтуынша, егер бала өлі болғанда кесарево жасаудың қажеті жоқ еді. Ол баланы жаңағы басқа жолмен түсіріп нетіп алатын жолдары бар ғой. Сонда мен ойлаймын, жаңағы ананы осындай аман алып қалдым деген сыйақысына қызықты ма екен дәрігер, әйтеуір мен осындай бір жағдайға түсірді. Сіз оформить еткен кезде, туысқандарыңызға айтқан кезде, ол өте қауіпті жағдайда болған, бала іште өліп қалған, қан кеткен астынан, бірақ біздің керемет қаһармандығымызбен бағана әйелді аман алып қалдық деген отчет берген. Иә. Шындығында ол ешқандай шындыққа жанаспайды дейсіз ғой. Сізге ешқандай астынан қан кеткен жоқ, қалыпты жағдайда сізде толғақ келіп тұрды. Тіпті өзіңіздің бұл жақта бұл сіздің бірінші балаңыз емес, екінші балаңыз ғой. Сондықтан сіздің өзіңіз босану мүмкіндігіңіз болып тұрды ғой ол жерде. Ол кезде сіз жассыз, жасыңыз өтіп тұрған жоқ. Соған қарамастан бағанағындай келеңсіз оқиғалар болды. Иә, сол екі мүмкіндіктің біреуін де пайдаланбағанда, текке кесарево жасап, баланы өлі етіп шығарып отырды. Ал шынында екі мүмкіндігі бар еді. Баланы туғызып алу керек, тірі бала ғой, тірі болып барғанда. Ол жаңағы мен операция залына кіргізілгенше бала қимылдап тұрды, жанталасып шыққысы келіп тұрды, себебі толғап тұрмын. Сонда сізге ол кезде сізді наркоз салғаннан бұрын сізге бала өліп қалды деп айтқан жоқ қой, өйткені тірі қозғалып тұрды. Яғни сіздің туысқандарыңызға хабар берді ма одан бұрын? Номерін бердім дедіңіз. Иә, телефон номерін алған, бірақ сол күні хабар бермей, ертесіне таңда берген ғой, операциясы біткеннен кейін берген да. Оны таңертең білген мен туыстарым, жолдасым да бәрі. Ешкім қол қоймаған операцияға кіру жөнінде, ешкім. Ешқандай рұқсат алмаған. Өзіңізден де рұқсат алмаған, иә? Менен де рұқсат алмаған, үйімнен де алмаған, жолдасымнан да алмаған. Сонда өздерінің тірлігін жасаған ғой. Сондай-ақ екінші менің дәрігерлерден зардап шеккенім, екі аяғымның қазір ауыратыны әліге дейін, осы күнге дейін. 2012 жылы осы жүргенімде құлап, бір тіземді ауыртып алған ғой. Бір тіземді ауыртып алып, содан жай ауырсынып қалған ғой, енді қояды, сынық жоқ деп, бір аптада үйде болдым. Бір апта үйде болғаннан кейін дәрігерге көрінейін, жаңағы қоймай жатыр ғой, бір апта өтсе де деп, травматологқа бардым, өзімізге қарасты емханаға. Қай жерде? Жетісайда ма? Осында, ол Астана қаласында, иә? Біз 2002-де көшіп келдік, 2012-де осында шалыс басып аяғымды тіземмен құладым. Содан жаңа травматологымыз рентгенге түсірді, рентгенде ешқандай сынық жоқ деп, сізге басқа ем-шара жазып берейін деп, 10 күн система аласыз деп. Сосын 10 күн системаны мен үйде алайын деп үйде алдым. Уколдар алдым, системалар алдым. Сосын система біткеннен кейін, бұл енді қоймай жатыр ғой әлі. Басқа может тағы да ем бересіз деп дәрігеріме бардым. Ол айтты, онда екінші не құямыз, сұйықтық құямыз дізеңізге деді. Енді мен діземе сұйықтық құятын ол кезде 39 жастамын, 2012-де. Оның керегі, соншалықты керек емес шығар деп нетіп едім. Ол кісі айтты, жоқ, сізде сұйықтық жоқ.
тағы да сол дәрігер енді біліп тұрғаны шығар, маманы ғой деп, бір апта 10 күндей ма жаңағы несін салдырдым, сұйықтығын. Содан енді ол кісі ауырған аяғыма салатын шығар десем, екінші аяғыма да салды. Екі аяғым, екі тіземде де, иә. Мен айтам, екі тіземе неге саласыз? Менде бір аяғым ғана ғой ауыратын, екінші тізем ауырмайды менің. Содан жоқ, екі тізеңізге бірдей, екеуінің құрылысы бірдей, салу керек, саламыз деп. Енді ауыртып болса да салдырдым, алдым жаңағысын. Ол алып болғаннан кейін ол қайтадан алып бастасын аяғым. Қоймайды, ешқандай бері қарамай жатыр, ешқандай ем қонбай жатыр. Сосын керек емес, енді не болса да дәрігерлерден көңілім қалды деп, жаңағы сынықшыларға бардым. Сынықшылар енді сол 2012-ден бері сол сынықшылардың несіменен салат аяғымды. Сонымен жүрем ғой. Аяғыңыз шығып кете бермей ме? Шығып кете беретін болып қалған ғой, жаңа екі сұйықтық артық салған. Артық қой сұйықтық. Тізеңіз шығып кетеді, иә? Шығып кетеді тізем. Сол қайтадан саласыз? Салдырам. Сынықшыға барып салдырасыз? Сынықшыға салдырам. Сосын жүрем. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл жүрем кейде. Содан бір кезде өзінен өзі тағы шығып кетеді. Сосын осында жақында бір өзі дәрігер, өзі сынықшы бір кісіге жолығып қалдым. Өзі тренер екен, балаларды жаттықтыратын. Сол кісі айтты, сізде ешқандай не жоқ, сынық жоқ, ешқандай жаңағы зақым келмеген аяғыңызға құлағанда. Сізде артық сұйықтық бар тізеңізде. Ол сұйықтықты тек қана бассейнмен сізге жүгіруге болмайды, жүруге де болмайды. Бассейнмен ғана кетіресіз деп. 40 күн бірақ тоқтамай барасыз деді. Сөйтіп 40 күн жаңағы бассейнге барып, сол ем болып маған қазір жақсы жағдайым. Бағана сізге артық сұйықтық құйып берген травматологтың аты жөнін білесіз бе? Аты жөнін білмейді екенмін. Қай поликлиникада болды? Ол 5-ші поликлиникада болды. Қалалық, иә? Қалалық, иә. 5-ші поликлиникада. Аты жөнін жазып алмаған екен. Содан сол 2012 жылғы дәрігерлердің қателігінен осы уақытқа дейін зардап шегіп жүрсіз, иә? Осы тек қана аяғыңыз жайлы. Ол мысалы 39 жас, мысалы 50 жас, менің жасымда жүгіріп жүретін кезім ғой. Ал мені бұлар сол 2012-ден бастап, менің жасым 39-да емес, менің жасым 60-та сияқты. Сондай немен өмір сүріп келдім да. Бұндай қателікті, бұндай неге ешкім түспесе екен деген бұндай жағдайға, деген жағдаймен осы бөліскім келді жалпы. Сіздің денсаулығыңыз жақсы, бірақ та сол дәрігерлердің қателігінің кесірінен нәрестеңізден айырылдыңыз, жақсы жетілген ғой іште енді. Дәрігерлердің кесірінен сіздің аяғыңыз, тізеңіз қайта-қайта шығып кете беретін жағдайға түсті. Сіз қалай ойлайсыз, осы сіз бағанағы нәрестеңізден айырылғанға қазір уже 20 жылдан болды, иә? Сол кезбен қазіргі Қазақстан медицинасында кереметтей даму болды деп ойлайсыз ба? Даму болғанда аппараттар, нелер бар шығар, бірақ білікті мамандар жоқ емес бар. Бірақ оны Құдай сәтін салып, сол білікті маманға барсаң жақсы. Білімсіз маманға барсаң, мынандай жағдайлар әлде бар деп ойлаймын. Біліксіз дәрігерлердің кесірінен нәрестеңізден айырылыпсыз. Одан кейін екінші жағдайға байланысты тізеңіз қайта-қайта шығып кететін болыпты. Әрине, оның үлкен бір денсаулығыңызға келтірген зардап. Бірақ оған 10 шақты жыл болыпты өткеніне. Қалай ойлайсыз, дәл қазіргі таңда Қазақстан медицинасы дамыды ма? Білікті мамандар жұмыс істейді деп ойлайсыз ба? Жоқ, қазіргі жақсы мамандардың бәрі шетел асып кетті ғой, шетелге барып істейді. Жақсы мамандар көп бар, бірақ көп емес. Мынау балалардың ауру көп туылып жатқан ауру болып, соның бәрі
нәтижесі деп ойлаймын осы білімсіз мамандардың әрекетінен. Мүгедек болып туылып жатқан Мүгедек балалар, болып иә? жатқан, иә, балалар өте көп. Соның бәрі негізінен көп бөлігі біліксіз мамандардың мынау әйелдерді, жүкті әйелдерді туғызу кезіндегі мамандардың, дәрігерлердің қателігі деп ойлайсыз ғой негізінен. Иә, әрине, білімсіз дәрігерлердің және мен жүйенің. Себебі мына ана мен балаға жаңағыдай бала келтіру үшін ана сау болу керек. Сау бала келу үшін ананың дені сау болу керек. Дені сау бала туу үшін. Ал аналарымыз өкінішке орай көрушіміз ғой. Жағдайы өте қиын. Жағдайы өте медициналық қамтамасыз етілмеген негізінен, иә. Жаңағыдай білімсіз мамандар бар. Жағдайы келмейді. Мысалы шетелге барып емделуге шамасы келмейді. Олар не істейді, осында емделеді, ал мұнда емделейін десең, жаңағы менің жағдайыма түседі. Сонда сіздің басыңызда өткен 13 жылдың алдындағы оқиғалар, сол медицинаның деңгейі өскен жоқ деп ойлайсыз ғой? Өскен жоқ деп ойлаймын, әрине. Сол деңгейде. Сол жүйеде, осы жүйеде сол дәрігерлер әлі жұмыс істеп жатыр. Рахмет сұхбатыңызға.